Сауран ауданының әкімі Мақсат Таңғатаровтың кезекті халықпен кездесуі Жүйнек ауылында жалғасын тапты. Жүйнек ауылдық округ 3 елді мекеннен құралған. Атап айтсақ, Жүйнек, Шекербұлақ, Шықпан елді мекендері. Жалпы халқының саны 11 мыңнан асады. Жүйнек ауылдық округ әкімі Әбдікәрімов Төребай кездесуде ауылдық округте атқарылған жұмысын баяндады. Ал аудан әкімі Мақсат Асылбекұлы ауданда атқарылған ілкімді жұмыстарды көпшілікпен бөлісті. Электр жары бойынша Жүйнек елді мекендерін электр бағаналарын ауыстыруға жоба құны 455 миллион теңге бюджеттік өтінім ұсынды. Биылғы жылы 34 елді мекеннен 3 елді мекеннің бағаналары ауыстыру жұмыстары жүріп жатыр. Қазір Жаңайхан, Абай ауылы және Бостандық елді мекені. 3 елді мекеннің құрылысын бастадық. Кезең-кезеңмен орта есеппен 3 ауыл мен 5 ауылдың бағаналары толық электр жүйелері ауыстырылатын болады. Өйткені көптеген шағымдар көп, жаңағыдай сымдар ескірген, жапыршылықта жел болса өшіп қала береді. Бұны қазір қосымша талдарын қырқу, сымдарға кедергі болмау бойынша оңтүстік жарық мекемесінің қызметкерлері басшылығы баяндайтын болады. Айта кетсек, мұнда халықтың негізгі күнкөріс көзі егін шаруашылығы және мал шаруашылығы болып саналады. Сондықтан да бұлар жиылған халықтың басым бөлігі егістік, жайылым жерлердің мәселесін айтып алға тартты. Мұнан өзге кездесуге келген тұрғындар су, жарық және апатты жағдайда тұрған көпір мәселесін айтып сұрақ қойды. Біз енді отдельный бірде мемлекет бар, отдельный бір жайымыз бар. Мәселеміз сол су мәселесі келді, су мәселесін айтты. Бізге кезінде уақытында ол нені істеп жатқанда мен бір қапа болатын жерім мейлі. Маманда, бірақ соны ақылдасып істеу керек қой, сол нәрсені кәрелер біледі ғой деймін да. Сол кезде істеп жатқанда мынау өзге сәйкес келмейді ғой, жоспар бойынша дегенде құлақ салған жоқ. Мәжбүрлеп өткізген сол кезде әкімдер мынау тек мынандай кемшілігі бар деген құлақ салған жоқ. Мәжбүрлеп алынды. Қазір результат білініп тұр. Бүгінгі таңда біздің ішер суымыз кешен қамтамасыз етті деді, ремонтталды деді. Бірақ лайқа су шығып жатыр әзір. Бірақ анда араласып сен жағдайың жақсы. Жанжаласуға керек қой деймін. Екі ауылға мүмкіншілік бар, үшінші ауылға бір адамның 3 баласы болып, екеуге жастар, біреуге жаман қарызы қандай болады? Жер бойынша қосымша айтып ауыл округ әкімдерінің барлығына тапсырма бердім. Өздеріңіздің қауымдастықтың отырысын өткізіп, маған хаттама жіберіңіздер. Соған сәйкес мен барлығын тиісті құзырлы органдармен инспекциямен қарайтын боламын. Кездесуде қос әкім халыққа атқарылған жұмыстарын баяндап, қойылған сауалдарына нақты жауап берді. Барлық мәселе қаражатқа қарай кезең-кезегімен атқарылатынын айтты. Жасалған жұмыс баршылық дегенмен айтылған проблемалардың шешімін табуы алдағы жұмыстың еншісінде.